Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көпшілік адамға ұнайтын, дәмі мен иісі ерекше Ташкент шайын дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге қара шай, көк шай, лимон мен апельсин тілімдері, жалбыз жапырағы және науат қажет. Мен осындай 1,5 литрлік шайнекке дайындайтын боламын. Ең бірінші 1 шай қасық қара шай саламыз. 1 шай қасық көк шай саламыз. Одан кейін лимон мен апельсин тілімдерін саламыз. Енді жалбыз жапырағын, яғни мятаны саламыз, орысша айтқанда. Науат саламыз. Науатты осылай бүтіндей немесе қолыңызбен бөліп салсаңыз да болады. Егер науат болмаса, балды салуға болады. Енді қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бетін жауып 5 минут бұқтырамыз. Міне осымен біздің дәмі мен иісі ерекше шайымыз дайын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.